Осыда келетін феодализм тақырыбына қатысты конспектіні оқушылар бірге орындайық. Бұл бізде 6 сынып Атамұра баспасы бойынша феодализм тақырыбы, феодализм түсінігі. Сонымен оқушылар орындайтын болса қарайық, ең бірінші мынау орта ғасырдың негізгі белгісіне оқушылар. Ол бізде жер. Міне. Жердің жеке феодалдық меншік иелігі, яғни сол жер мұрагері, яғни жер иесі бізде феод деген сөзден шыққан екен оқушылар. Феод. Ал феод дегеніміз ол жер. Ал сол жердің иесін оқушылар бізде феодал деп атаған болатын. Ал жалпы мына феодализмнің ең басты мәні жер кімнің иелігінде болса, билікте соның қолында болу оқушылар, жерге байланысты екен. Себебі орта ғасырда адамдар жер арқылы сыйласатын болған. Міне. Енді феодалдық құрылыстың негізгі белгілері дейтін ұбт-ның сұрағы бар. Яғни ол жаңағыда көптеген елдерде мынау жер иелігінің қалыптасуына байланысты шыққан жер негізгі байлық пен табыстың көзінің болуы, мына 9-10 ғасырда қалыптасқан болатын. Міне, осы батыс Европа елдерінде міне оқушылар жерде бізде батыс Европа болады екен оқушылар. Екен орнын ауыстырып қойсаңыздар болады. Батыс Европа елдерінде 9-10 ғасырларда қалыптасқан болатын. Ал енді осындай ірі жер иелерін, жері көп адамдарды мырзалар деп атаған оқушылар. Олар бізде кімдер? Корольдер оқушылар, ақсүйек болады, және әскер қолбасшылары. Осы адамдарды мырзалар деп атаған. Олар өздерінің артық жерлерін өзінің бағынышты феодалдар, яғни вассалдарына беріп отыратын болған оқушылар. Енді мынау ең алғаш жерлер сыйға берілді. Сыйға берілген жер феод деп аталды, жаңағы айтқанымызда жоғарыда, ал ол үлестің иесі феодал болып табылады екен. Енді орта ғасырдың негізгі бізде нақыл сөзі, яғни мақалы, ол қожайынсыз жер болмайды. Яғни міндетті түрде әрбір жердің бір қожайыны болу керек. И ол жерлерде феодалдар, яғни қожайындар не істейді? Ерікті шаруалардың еңбегін пайдаланып отыратын болған. Шаруалардың екі түрі болған: басыбайлы және ерікті. Сол жердегі мынау ерікті шаруалардың еңбегіне негізделген шаруашылық оқушылар поместье деп аталады. Поместье. Немесе екінші атауы бар, вотчина, кәдімгі помещение, поместье, бір жер иелік деген сөзден шыққан. Жақсы, енді келесі бетіне өтетін болсақ, міне, суретке қарасаңыздар болады, мына карта бойынша Англия, Франция, Германия жерлері ол батыс Европаға кіреді. Осы аймақтарда феодалдық поместье қалыптасты. 8-19 ғасырларда мынау ең бірінші, енді ерте орта ғасырда өмір сүрген франк деп аталатын мемлекетте қалыптасып, басқа да батыс Европа елдеріне таралған болатын. Енді ол кезде шаруалар тікелей жер иесінен тәуелді болды. Бұл жерде жердің екі түрі болған. Міне, қожаның жері домен деп аталса, ал мынау тәуелді шаруалардың пайдалануындағы жерлер үлестік жерлер деп аталады. Үлестік жер деп қойын, Енді феодализм тағы да бір келесі бір басты белгісі шаруашылықтың натуралды түрі оқушылар. Натуралды шаруашылық, яғни ондай шаруашылық кезінде еш нәрсе сатылмаған оқушылар, және сатып алынбады. Әркім өзіне қажет заттарды өздері өндіретін болған. Бұндай шаруашылық түрі 6-10 ғасырларда батыс Европаның елдерінде үстемдік етті. Ол қандай шаруашылық екен оқушылар? Натуралды деп айтамыз мына жерге. Міне. Енді бұл натурал шаруашылықтың мына бір кесе бойынша жаттап алсаңыздар болады, негізгі белгілері. Енді қараңыздар, әркім өзіне қажет заттарды өзі өндіріп жатқандықтан сауда-саттықпен байланыс төмен дәрежеде болады. Өйткені орталық мемлекеттік билік әлсіз, яғни билік, мемлекеттік биліктер халыққа жағдай жасап бере алмай жатыр оқушылар. Сол себепті бұл натурал шаруашылықтың соңы феодалдық бытыраңқылық қалып келеді. Тіпті мынау кезіндегі ірі ұлы Карл империясы 9 ғасырда, нақтылайтын болсақ 843 жылы Верден келісім бойынша бөлініп кеткен. Қысқаша гифельдер деп айтамыз ғой. Міне, Германия, Италия, Франция елдері, яғни Карлдың балалары гиф ойнатып, не істейді? Карл империясын бөліп тастаған ғой. Үш түрлі жерде мемлекетті құрған екен. Германия, Италия, Франция дейміз оқушылар. Енді көптеген феодалдардың жерлері мынау король иелігінен асып түсіп, бұл енді соңы феодалдық бытыраңқылық қалып келді. Әрбір феодалдың өзінің соты болды, өзінің әскері, сыртқы саясатын өздері шеше бастады. Сыртқы саясат тіпті күшейіп алған ірі феодалдар өздерін корольмен тең санай бастаған екен.
бұл бізде феодалдық бытыраңқылықтың негізгі белгілері оқушылар. Енді міне бытыраңқылық кезінде феодалдар үнемі бір жерлерді басып алып отырды. Әлсіз феодалдың жерін, ондағы мақсаты бай болу оқушылар. Бай болу, яғни олжа табу, басқа бір әлсіз феодалдың жерін жаулап алу арқылы. Сол кезде феодалдар соғыс кезінде қорғану үшін осында бір ірі замоктар салып отырған оқушылар. Замоктар, яғни қамалдар. Жалпы Еуропада Христостың туған күні болған кезде, сосын мынау Пасха мейрамы кезінде соғысты күнә деп жариялаған. Орта ғасырлық қоғамда мынау адамдар сатыға бөлінді оқушылар. Феодалдық қоғам деп аталады, феодалдық саты деген бар. Оның міне қарасаңыздар, ең жоғары сатысында кім отыратын болған? Міне суретте көрсетіп тұр. Әрине, король деп айтамыз. Феодалдық саты деп аталады бөліну. Ең жоғарғысында король тұрады. Оның міндеттері мына бір бөлікке жазып кетсеңіздер болады. Жоғарғы сот пен әскердің бас қолбасшысы болды. Одан кейін міне корольдің бағынышшылары тұр, көп тұрсыздар. Сонда мына жерде дұрыс жауап герцог пен графтар болады екен. Ал герцог графтардан кейінгі олардың бағынышшылары мына бір бөлікте барон мен виконттарды айтасыздар. Жоғары жаққа айтсақ болады. Міне графтардан кейінгі бағынышшылары. Ал барон виконттың астында бізде рицарлар тұр екен. Барондар әрі осы ұсақ феодал рицардың мырзасы болған. Ал рицар кімнің мырзасы, яғни рицар кімнің бастығы болды? Қатардағы жауынгердің. Әлі рицар атағын ала қоймаған жауынгердің мырзасы. Бізде Европада елдерінде осындай бір түсінік болған. Германияда феодалдық саты бойынша барлығы өздерін төменнен жоғары қарай корольге бағыныштымыз деп есептесе, ал Францияда менің бағыныштымның бағынышысы маған бағынышты емес деген қағиданы ұстанған болатын оқушылар. Енді бұл феодалдық сатыға негізі шаруалар кірмеді. Шаруалардың міндеті жоғары сатыда тұрған феодалдарды азық-түлікпен, жаңағы киім кешектермен қамтамасыз ету. Сол үшін олар кәдімгі қарапайым қараңғы осындай бір қара түнек кезеңде өмір сүрген екен. Енді мынау әскери іспен айналысатын адамдарды рицарлар деп атады. Бұл рицарлар оқушылар тарихта олардың бас кәсібі соғыс болған, мына бір әлсіз жерлерді жаулап алып не істеген екен оқушылар. Олар жаңағыдай христиан шіркеуінің әлсіздердің қорғаушысы болып, әрі мынау әлсіз мемлекеттерді басып отыратын бірден бір билеушілер болған болатын оқушылар. Осымен бізде феодалдық қоғамға қатысты негізгі мәліметтер аяқталды. Сіздерге түсінікті болса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта көріскенше аман сау болыңыздар.